Әкесін ойлап, кішкене баласы жылап отырып. Сіз Найман болдыңыз ғой. Найман ішіндегі 4 ұл. Нағашыңыз қай ел болды? O da 4 ұл, бірақ жауғаш. Әкем ерте өлді. Сол жақта шешім болсақты ем өлді. Сіз қанша жасыңызда келдіңіз осы жаққа? 15-тен 16-дан ғой. Содан жұмыс істедім ғой. Содан осы жаққа өттім де 25 жас, 20 жастағы жігіттермен керпіс құйдым. Қашарын жаппын, лаймен істедім. Содан жұмыс. Мына бала осы міне. 2 жыл болды, қаланы көрмедім. Мына баланы ертіп әкеп көрсетіп. Топырағын иіскесем болды. Иіскеп тұратын, барып тауға барып бейсін. Сонда шапты биік үй. Шөшікті биік. Biz burada zeminen kıvalar. Bir şey olasın, şeyin bәрін құрдық. Адам көрінбесін şey болады. Сіз иіскегенде иіскелі мекен ар жағына? Келі ме? Сасачқанмен топқан жер ғой қарағым ау. Келеді. Чәуешектің сонда өзінде ме жоқ, дөрбелжінде ме? Өзінде чәуешекті. Жамбылдығылар көрдің бе? Қорғанды. Чәуешектің үсті қорған бол. Соның төбінде біздің үй. Ата осы, сіздердің үйдегі кісіні жерлеген жерді білесіз бе? Білем ғой, өзім апарып жерледім ғой. Өзім онда 8-ден бе сонда жастамын. Өзім барып, арбаның бәрін апардық, өзімізді ат-арба болды. Жерлеген жерді албатты. Ат-арба болды. Қоршаулы дейді ғой, қоршаулы болса табылады. Білем. Сөзін әкем жерлеген жерден біз отын арқалап қайтатынбыз. Сөздерден. Мен постоянно сөздерге барам. Әкем жанына барып жатам, қайта кешке жатам, отын арқалап иығымыз қып-қызыл болып кетеді. Бізде үйге отын әкемізге шешеміз шай бермейді. Ардақты әлеумет, Қуатпен Жайна Қытайға құр қайтқан жоқ. Бармысың бауырым деп отырған 80-дегі қарияны туған жеріне алып қайтты. 15-16 жас кезінде қазақ еліне келген, сол жақта әкесі жерленген, бауыр туысынан ажырап қалған атамызды ұзақ жылғы сағынышын басайық, ел жұртпен көрсетейік деп Қуатпен Жайна берген уәделері бойынша атасын ауылына ертіп жүрді. Енді сол жақтағы туған жеріне, әкесінің қабырына және туыс туғандармен жолыққан сәті барлығын керек-дерек арнасынан көріп отырасыздар. Біздің арнаға тіркеліп алыңыздар. Және Қуатпен Жайнаның алдағы жоспарынан, қандастарымыздың өмірінен хабар тауып отырасыздар. Жеті атасын білген ер жеті жұрттың қамын жер демекші. Қуатпен Жайнаның тегіне тоқталатын болсақ, Қуат орта жүз Керей руынан, ал Жайна Найман руынан. Қытайдағы қазақтар негізінен қазақтың 300-і және 100-ге қосылмайтын төре, төлеңгіт, қожа әрбір ру тайпасынан бар. Орналасу жері Шинжаң деп аталатын автономиялы районында бір үлкен облысқа қарасты 2 аймақ бар. Осы 3 жерде қазақтар жиі шоғырланған. Іле қазақ облысы және Алтай, Тарбағатай аймағы. Бұдан бөлекте Санжы, Қарамай, Бұратала, Шықызы, Үрімжі, Күйтін және Құмыл аймағы Баркол, Гансу өлкесі Ақсай, Қытайдың астанасы Бейжің, ірі өлкесі Гуанчжоу мен Шанхай қатарлы қалаларда, тағы басқа өлке аймақ аудандарда қара көздерімізді кезіктіре аласыздар. Бізде мен енді аман-есен ауылымызға жетіп, келіп енді ауыл аймағымызбенен қауышып, алдында сіздерге айтқанбыз, енді қайтқан кезінде түзу, барған енді тыныш, ешқайда бұрылмай ауылға қайтып келеміз, ауыл жақта да дабыра қылмаймыз деп айтқанымыз бойынша тіпті ауылға келгенбіз. Соныменен енді ауылға келіп бір өргін тынығып, мал жанымызды көріп, және де өздеріңіз білесіздер, қасымызда жолдас атамыз бар. Ертеде ары қарай жүрген кезінде айтып кеткен атамызды ертіп келгенбіз. Атамыздың аты Жұмағали, ал енді атамыздың әкесінің аты Сапарғали екен. Сапарғали әкеміздің әкесінің аты Көшкінбай екен. Енді 3 атадан бері қарай айттым, енді жақын таныс тамыр солысы Чәуешек қаласындағы туыс туған атамыздың енді ұру алдында да айтып кеткенбіз, сіздерге 4 ұл деді.
4 ыл ішінде Ақболат деген ұру екен. Сосын енді бүгін жоқ, ертең жоқ, бүрсі күні Чәуешекке қарай жол алғалы тұрмыз. Сол Чәуешектегі егерде атамды танитын туыс туғаны болатын болса, сол Чәуешек қаласындағы атам менен жоқ дегенде урулас кісілер болатын болса, бізге хабарласып, біз атамызды ертіп барғанда енді атамыздың туысы бар екенін сездіріп, жақын туысы бар кісілер болса хабарласып қойыңыздар. Сосын аманшылық болса, Жайна бар, мен бар, атамыз бар. Енді Чәуешекке қарай жол аламыз, аманшылық болса бүрсі күні. Ақ жол болсын, аманшылық болса бір атамызды туысын көріп, қауышып, сол жерде арман орындалып, бір қуанып қайтсын. Барлықтарыңызға көп-көп рахмет. Ал енді бізге тікелей хабарласу нөмірі болатын болса 150 0162 83 55 осы нөмірге менің нөміріме тікелей жақын жалғас туысы болса хабарлассаңыздар әптен болады. Барлықтарыңызға амандық болсын, жақсылықта кездесек. Көп-көп рахмет бізді бастан аяқ қолдап жатқан кісілерге. Аман есен ауылымызға келіп алдық. Атыңыз кім? Жұмағали. Жарайды. Кәртегенде әкесіңіз деп жүрген. Болатын кісі екен бұл. 15 жасында сол Совет өкіметіне барып, 20 жаста, 25 жастарымен бірге жұмыс істедім. Оқымай. Одан 64 жылы қысында трактор оқыдым. Одан трактор, одан жұмыс. 3 қайда шыққан жоқпын. Мына бала не етіп әкелді. Одан басқа 3 қайда шыққан жоқ. Содан жұмыс істедім. Шыққайда шығып көрмепті. Қиялға Алматыға да дұрыстап шығып көрмепті. Көрсеттік, жолды көрсеттік. Шамамыз келгенше енді көрсеттік, елді көріп, желісі көрсеттік. Осындай елді. Атамның арманын орындап. Бұда болса үлкен кісімізге келіп тұрған міндет қой. Әкесін ойлап, кішкене баласы жылап отырып. Ана балалар айтады. Ана кісінің балалар айтады. Кезіктік 2 қызымен. Сендер осы жерден кетіп болған соң дейді. Ары аунап, бері аунап жата алмай дейді. Сендер тосып, телефондан аңдып отырады. Қашан келеді деп дейді. Тілеуін отырды, кемден Астанаға барып, қайтқанша тілеуін тілеп отырды. Ой, Алла есінші. Өйткені ол кісі біздің қызығымызды көре алған жоқ, соны айтайын деп. Рас қой. Әке қызығымызды көре алмадың деп айтайын деп барып. Бізді ол асырады, жеткізді ғой 15 жасқа. Өз жанды коммунаға жұмыс істеп. Соға. Отау иесі қып тастап кетті деді. 15 жаста отау иесі. Ол өз азалын өлген жоқ. Неміне күзде, ноябрьде ме күзде. Бие пісті ғой, соны арбамен тасиды, мұндағыдай мәсіне жоқ. Сонда арық, жол арық болып кетті. Жаңбырдың су анады пол, ол соған келген ат тоқтап қапты. Сосын атқа көмектесем деп мұна белмен анаң ортасына кіріп көтергенде шоу дегенде ат жұрт қалғанда тайып кетіп арбаны тұмсығым қайтсы. 52 жасында қайтсы. Ол жас кетті. 52 жасында. Арбаға көмектесіп көтеріп жүрмекші болды ғой. Жас күнде қайратты. Ажалдан жас болды ғой. Бір зары сол. Әке жезеге ыстық қой, Марқым деп соған айтайын. Құдай жеткізеді дейді айтқанын. Молалар айтады. Елдер сөйлей береді дейді. Жеткізеді. Көкірегімдегі бәрін айтты. Жеткізгені осы ғой, сіз ойлап отырсаңыз. Іргесіне келіп, көңіл бостап отырған. Іргесіне келді ғой міне. Жүрек дұрыс болса, Алла тағала тілеген береді адамның. Әр уақытта біліп жатыр ғой. Ол мынау алда от жағу керек қой, батарея қатып қалып. Балаларды оқытады. Балалар бар бұлдан. Немеремді оқытады. Шығып бара жатқан кісі баласына қарап кетіп бара жатыр немересіне. Басынан иіскеп жүрген. Мойнын бұрып баласына Чәуешекте не қарап туысыңыз бар? Әкем басына барып қайтсам болды. Соған келе жатыр, арман. Жоқ екен, туыс болса келеді ғой.
Ziyaretқа ғана барып қайтпақ Burada tuğusu var eken mi? 15 yaşındaki öpke. O batas var koy. жарайды екен мына сен соны ойлап жүрген ә? Ойлап ойлаған арманына жетті мен. Armağanla cetkizdi ana balam. батаңызды берсеңіз болды ғой бала Benim oldun koy. Kâr olsa da son akesini oylar. Büyük apar kongozup altından kütüp alma anne benim kez çıkkanda. Ne bileyim oyun. ата ана деген айту ұмытылмайды ғой ата ана ұмытылмайды Arvak bildirin. білдіреді Anam mollalarga barba ayttı mı sonra. Durus kararım dedi mollalar. Bildiredi deydi biz. O yerlerin aydı o bok söz deydi. Boklaymasın deydi. енесіне біледі Ekşi mollalar var. Soğan aytkan birisi. болды жақсы болды әкесі қатты сағынып жүрген кісі екен зар болып баяғы 66 жыл деген оңай ма зираттың басына бір барып топырақ сипап кетсем дейді ғой сәби ғой 80 келсе де 80-ге келген кісінің өзі міне баладай болып әкесін сағынып отыр соны айтамын міне ата ананың орны бөлек қой Bölek buladı koy. Her nesinin ornu bölek, her nesinin. Барам деген идеясына қатты. барғанда ол зиратты танисыз ба белгі бар Ben ма özürge özüm arabanın артынан бар жүріп отырмын топырақ салсалdım men bileyim. Onun gibi özümüzde kamınanı siz bilmiyorsunuz. Biz yokta kalkolu. Kalkolu bop, kamına bop. Sıfırıp aldım berini. Solu bağıp sonra hakemin basında жүрgüm. Keşke kaytan. Bileyim. Basında tas bol. Basında. Niyesinde var o. 14 yaş, 13 yaşında ben sol 7-8 yerimde bağırıp söylüyorum. Keşke ağlıp kaytan. болады екен болды Әлем таныған Димаштай ұлы бар алтын қазағым. 80-дегі Жұмағали атамыз Қытайға барып, әкесінің қабырын қалай табады, ел жұртымен жақын туыс туғандармен қалай қауышады, келесі хабарда бізден күтіңіздер. Ендеше еліміз аман, жұртымыз тыныш, әр қарагөздің көрер қызығы көп болғай. Құрметпен текті қазақ арнасы керек дерек, мен Қанатбек Ермек.